Бірінші дүниежүзілік соғыс Жапон экономикасының дамуына жағымды әсер етті. Соғыс барысында түрлі әскери тапсырыстарды орындау ішкі өнеркәсіптің дамуына әкелді. Соғыс барысында Жапония Антанта жағында болды. Негізгі соғыс алаңы Европада болып жатқан уақытта Жапония Германияның Азиядағы иеліктерін біртіндеп кедергісіз жаулап алды. Осылайша Жапония Германияның қол астында болған Қытайдың Шандун түбегін, Тынық мұхиттағы Маршалл, Каролин, Мариан аралдарын басып алды. 1919 жылы Париж конференциясында ресми түрде осы аймақтарды өзіне бекітті және осында өзінің әскери базаларын құра бастады. Жапония, Қытай, Корея және оңтүстік шығыс елдеріне 20 ғасырдың басынан бастап ықпалын күшейткен. Әскери күшпен ғана емес, сондай-ақ экономикалық позициясында күшейтті. Осы кезде Жапонияның экспорты 4 есеге жуық, ал Қытайға капитал экспорты 5 есеге жуық өсті. Бұл Жапонияның сауда-саттық балансының дефициттен профицитке өтуге мүмкіндік берді. Соғыс қарсаңындағы алтын валюта қоры 350 миллион йен болса, 1919 жылдың аяғында 2 миллиард йенге дейін өсті. Соғыс жылдарындағы басты экономикалық нәтиже бұл Жапонияның аграрлық индустриалды елден индустриалды аграрлық елге айналуы. Соғыс елдің экономикалық дамуын жақсартса да, жалпы халық жағдайын жақсартқан жоқ. Еңбекші қарапайым халық үшін соғыс салықтардың өсуімен ұзарған жұмыс күнін әкелді. Жер салығы жыл сайын көбейіп, жапондықтар үшін негізгі тағам болған күріш бағасы 60-70%-ға дейін қымбаттады. Күріш бағасы соғысқа дейінгі деңгеймен салыстырғанда 6 есе өсті. Азық-түлік бағасының өсуі 1918 жылы шілде-қыркүйек айларында күріш көтерілісі әкелді. Бұл толқуларға 10 миллионға жуық адам қатысты және елдің басым бөлігін қамтыды. Көтеріліс басылды. Әлемдегі жұмысшы қозғалыстары Жапонияға да әсер етті. 1914 жылы 50 ереуіл болса, 1918 жылы 417-ге дейін өсті. 1918 жылдан бастап партиялық кабинеттердің басқаруы басталады. 14 жыл бойы билікте екі негізгі Сейюкай және Кенсейкай партиялар кезектесіп отырды. 1921 жылы 12 қараша мен 1922 жылдың 6 ақпан аралығында өткізілген Вашингтон конференциясына Жапонияда қатысады. Конференция теңіз қаруын шектеу және қиыр шығыс пен Тынық мұхиты бассейнінің проблемаларын қарастырды. Конференция барысында Жапония бірнеше келісімдерге қол қояды. Конференция келісімдері аясында ақш Тынық мұхиты аймағында Жапонияның күшеюін тежеуге тырысты. Соғыстың аяқталуы ақштың Азия өңірінде қайтадан белсенді саясат жүргізуіне әкелді. Азия елдеріне қайтадан Европа, ақш тауарлары келе бастады. Бұл өз кезегінде Жапон экономикасына мен Азиядағы ықпалына әсер етті. 1920-21 жылғы әлемдік дағдарыс, сонымен қатар әскери тапсырыстардың тоқтауы, шетел тауарларының Азияға келуі Жапонияның экономикасына кері әсер етті. Бірақ 1924-28 жылдар экономиканың дамуымен ерекшеленеді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде және соғыстан кейінгі алғашқы жылдары отбасылық концерн түріндегі зайбатсулардың рөлі өсті. Бұл концерндер мемлекеттен алынған арнайы сауда өнеркәсіптік артықшылықтарды пайдалану арқылы қалыптасты. Зайбатсу туыстық қатынастарға негізделді. Концерндер акциялары нарықта сатылмады, тек туысқандар арасында бөлініске салынды. Әдетте барлық зайбатсулар көп салалы болды. Мысалы, Mitsubishi концерні 1920 жылдары жалпы капиталы 900 миллион йен болатын 120-ға жуық компанияны басқарды. Бұл зайбатсудың құрамына темір жол, электротехника, кеме жасау, металлургия, қағаз және басқа да әртүрлі салалардағы кәсіпорындар кірді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Fuji, Yasuda сияқты ірі концерндер көп табысқа ие болды және олардың саясаттағы ықпалы орасан зор болды. 1923 жылы 1 қыркүйекте Канто аймағында жойқын жер сілкінісі болды. Токио мен Йокогама қалалары қатты зардап шекті. Жалпы 140 мың адам қаза болып және 5 миллиард йен материалдық шығынға әкелді. 1926 жылы желтоқсанда император Йосихито қайтыс болды. Негізінен ол 1921 жылы денсаулығына байланысты биліктен кеткен болатын, ал оның ұлы Ханзада Хирохито регент болып келген. Енді Хирохито император болып жарияланды. 1927 жылы сәуірде Сейюкай партиясының жетекшісі болған Гити Танака премьер-министр болды. 1927 жылы шілдеде Танака Жапония императорына меморандумды ұсынды деп айтылады. Бұл құжат Жапонияның әлемде үстемдік орнату жоспары болды. Жапон билеушілері жарияланған меморандумның шынайылығын әрдайым жоққа шығарады. Бірақ осы жылдар ішінде Жапонияның сыртқы саясаты негізінен осы құжатта көрсетілген бағытта дамыды. Жалпы 20 жылдары Жапон басшылары Жапонияны әскери тұрғыдан күшейтуге тырысты. Осы кезеңде Жапонияны милитаризациялау күшейіп, сыртқы саясатта
агрессиялық саясат басым бола бастады. 1927 жылдың көктемінде қаржы дағдарысы орын алып, банк секторына және Жапон экономикасына елеулі әсер етеді. 1929-33 жылдардағы әлемдік дағдарыс Азия елдері ішінде Жапонияға зор әсер етеді. 1931 жылға қарай өнеркәсіп өнімінің 1/3 қысқарды, экспорт 2 есеге азайды. 10 миллионнан астам адам толық немесе ішінара жұмыссыз болды. Дағдарыс кеме жасау, көмір, металлургия, мақта өнеркәсібіне қатты әсер етті. Аграрлық сектордағы дағдарыстың салдары әсіресе ауыр болды. Құлдырау 40%-ға жетті. Бағаның төмендеуіне байланысты жалпы ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы құны 1929 жылғы 3,5 миллиард иеннен 1931 жылы 2 миллиард иенге дейін төмендеді. Бұл шаруалардың жаппай күйреуіне, ауыл тұрғындары арасында аштыққа және ауылдағы әлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуіне әкелді. 1929 жылы шілдеде Танака кабинеті отставкаға кетті. Жапонияның билеуші топтары мен саясатқа әсер етіп отырған ірі концерндер экономикалық дағдарыс мәселесін соғыс арқылы шешуге ұмтылды. 1931 жылдың күзінде Жапонияға тиесілі оңтүстік Манчжурия темір жолында жарылыс болды. Жапон азаматтарының өмірі мен мүлкін қорғаймыз деген желеумен Манчжурияға жапон әскерлер жіберілді. Ашық қақтығысты болдырмауға тырысқан Чан Кайши өз әскеріне қарулы күреске бармауды бұйырды және Ұлттар лигасынан Жапонияның әрекетін айыптап, Қытайдың заңды құқықтарын қалпына келтіруді сұрайды. Бұл Жапония үшін тиімді болды, себебі Ұлттар лигасында мәселені қарастыру ұзаққа созылды және олар Гоминдан әскерінің жекелеген бөліктерінің қарсылығын толығымен басып отырды. Манчжурияда Жапон үкіметі Манчжоу-го атты марионеткалық мемлекетті құрады және оны 1932 жылдың 1 наурыздан бастап Цин әулетінің соңғы императоры Пуи басқарады. 24 ақпан 1933 жылы Ұлттар лигасы Жапонияның Манчжуриядағы басқыншылығын, яғни Версаль-Вашингтон келісімдерін бұзған үшін айыптайды. Құрылған Манчжоу мемлекетін заңсыз деп табады. 27 наурызда Жапония Ұлттар лигасы құрамынан шығып кетеді. Ал 1934 жылы 1921-22 жылға Вашингтон келісімдерін орындаудан бас тартады. Осылайша Жапония сыртқы саясатта ашық кедергісіз басқыншылық саясатты жүргізуді қолға алады. 26 ақпан 1936 жылы генерал Дзинзабура Мазаки бастаған жас офицерлер бүлігі басталады. Жас офицерлер национал-социалистік бағыттағы ұйым болды. Олар осыған дейін де бірнеше сәтсіз бүліктер ұйымдастырған. 1936 жылы бүлікшілер үкіметтік ғимараттарды басып алып, бұрынғы премьер-министрді және біраз билік өкілдерін жаралап әбігерге түсіреді. 29 ақпанда үкімет әскерлері бүлікті басады, ұйымдастырушылары жазаланады. Солтүстік шығыс Қытайға басып кіргенге дейін Жапонияның 230 мың әскері болса, 1936 жылға қарай 380 мыңға дейін көбейді. Сондай-ақ әскерде модернизация жүргізілді. 1931-36 жылдары Жапон әскерінде бұрын болмаған танк полктері, мотомеханизацияланған бөлімдер, химиялық батальондар құрылды. Әскердің техникалық жабдықталуы айтарлықтай өсті. 1937 жылға қарай Жапония өзінің жаяу әскер дивизияларының артиллериялық қару-жарақпен қамтамасыз етілуі бойынша Англия мен ақш-ты қуып жетіп, Франциядан озып кетті. 1936 жылы 25 қарашада Берлинде Жапония мен Германия арасында Коминтернге қарсы пакт деп аталатын келісім жасалды. 1937 жылы 6 қарашада Италия пактіге қосылды. Берлин-Рим-Токио осі құрылды. 1937 жылы 7 шілдеде Бейжің маңындағы Лугуцао көпірінде Жапон және Қытай әскерлері арасында қақтығыс болды. Бұл қақтығыс ушығып, жапондардың Қытай жеріне басып кіруіне әкелді. 1937 жылы 26 шілдеде Жапония толық ауқымды соғыс қимылдарына көшіп, Бейжің, Тяньцзин, Шанхай, Нанкин аймақтарын басып алады. Басып алынған жерлерінде жапондықтар өз үкіметтерін құрады. 29 шілде 1938 жылы Хасан көлі аймағында КСРО мен Жапония арасында әскери қақтығыс болды. Қақтығыс 1938 жылы 11 тамызда Кеңес және Жапон әскерлері арасында бітімгершілік жасаумен аяқталды. 1939 жылы Монғолияда Халхингол өзені аймағында қарулы қақтығыстар басталады. 1939 жылы 28 сәуірде Жапон армиясы Моңғол территориясына басып кірді. Монғолия жағында жапондықтарға қарсы Кеңес әскерлері соғысады. Қақтығыс 31 тамызда аяқталып, Жапония мақсатына жете алмайды. 27 қыркүйек 1940 жылы Үндіқытайға басып кіруінен Жапония 2-ші дүниежүзілік соғысқа аяқ басады.